көрдім деді. Қандай болды сонда түрі ол? Басы құстеді денесінде, бірақ 1 метрдей деді. Жүріп өтіп кетті деді. Қанаты бар деді. Ол сөйлей алмай қалды деген үшін бе? Біз қазір сонымен кездесе аламыз ба? Бәріне ассалаумағалейкум достар, мен Бақытжан Жақсылы. Біз міне келдік автобекеттеміз. Біздің сумкаларымыз міне карематтар, короче. Мынау палатка. Ау? Мынау, короче, спальный мешоктар екеу бар. Мынау осындай сумка. Бәрі полностью бар. Біз енді ана біреу мақұлық деп жатыр ғой барлығы. Соны енді тексереміз біз. Қазір именно Сарыағаштамыз. Қазір шығамыз біз жолға Абайға. Сосын оның жанында Амангелдіге барамыз. Ораз Атаға барамыз. В общем, бізде тур басталды. Бүгін біз палаткада түнде сол жерде боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Ал біз Сарыағаштан Келеске аттандық. Машинадан біз келе жатырмыз. Келес ауданына барамыз қазір. Бірінші Ораз Ата деген ауылға кіріп шығамыз. Маған ол жерден бір кісі жіберген болатын. Өз тауық қорасын шағып тұрып, тауықтарын қан ішіп, тауықтар жан-жақта жатыр. В общем, екі тауық тірі қапты. Сон барамыз да сол тауық қорасын түсіріп, сол жақтағы біреулерден сұхбат алып, біліп қайтамыз ғой, короче. Ораз Ата деген маған Инстаграмға бір 7-8 адам жіберді ғой деймінше. Осы жерде деп. 7-8 адам осы Тугистан картадан жіберді осы жерде. Қазір осы Ораз Атадан кейін Абайға барамыз біз. Абайдан кейін Амангелдіге барамыз. Сөйтіп, короче, көріп, сөйтіп жүреміз. Сон түнде бір қонатын жер табамыз да палатка құрып, сол жақта қонамыз. Өте қызық болайын деп тұр. Түнде бұл жақта шибөрілер өте көп. Шибөр деген ол ана көп жүретін шакалдар, кандек сияқты. Не болса да енді бізге сәттілік. Қалайсыңдар, біз, короче, қараңдар. Осындай жердеміз. Инстаграмға бәрін сабатырым ше. Бүкіл халық, бүкіл ел шулалатыр деп мені стористан тосып отыр бәрі. Міне Әділхан деген бала. Осы баланың тауық қорасына кіріп шыққан анау тауық қорасын бұзып салған, короче, видеосын көріп едіңдер ғой. Сол осы баланың тауық қорасы ғой. Қазір барып түсіреміз. Оны жасақ қойыпты. 2 тауық, я, тірі қалған. 2 тауық тірі қапты как-то. Еппайт, нақты ящерицалар жүреткен, жыландар жүреді, я. Йоп. Өзен, чоза өзен. А? Арқып па? Сендерде андай дәу кесірткелер жүре ме осы? Дәу шын мынандай. Қойшына. Чо там, дос? Ютубқа видео түсір жүрмін, короче. Қарандар, мынандай арқықтарын өтіп атырмыз. Қалайын деп тұр ғой, примерно. Мен сияқты 3 адам жүрсе ше. Қара Амазонка. Амазония. Мына жерде еще андай дәу кесірткелер жүреткен, жыландар жүреткен. Мына полян қарандар. Мынандай қамыс ұзын шөптерден жасалған поля. Анан любой жерінен шығу мүмкін ғой. Қазір жоқ па шакалдар? Сон ар жағында дейсің ғой шакалдар. Ана таулардың, ана өрі талдардың ар жағында, е? Есі чө сояққа қонамыз? Не бар ма, мына яқта жыландар жүре ма? Көп қой дейді шу. Енді біле оңтүстік жақ қой бұл. Бұяқтан не бір нәрселер жүреді ғой, андай жерлерде ше. Дәу ящерицасымен қоса біздің палаткаға ештеңке істемейді жүр олар. Кеттік ал, міне, келдік біз. Короче, біз келдік міне осы үй. Сендер көрген тауық қорасы құртылған осы үй. Нормально түсіп атыр ғой. Вот, осы жақта. Қайсы тауық қора қайда, Әділхан? Тауық қора қайда, тауық қорасы. Ит жатыр оны. Қалай жағдай еді? Бөләқ болды. Қалай жағдай? Кешеге, көрдің ба сен мақұлықты көрдің ба? Жүр кеттік аңықтайық. Әне тұр. Әне тұр. Бергендер. Бәрі тосып отыр. Насты тос. Кеттік. Короче, мен Инстаграмға тіркелін жүрсақты көрсетсем деп па. Жүр. Бәрі тосып отыр. Қайсы дос, алдыға шықсы. Жүр, алдыға өт. Мен сендер
стористан көрген тауық қора міне, осы жер. Мін тауық қора қараңдар. Түсір дос. 300 миллион адам тосып отыр міне. Мен жасақ қопсыңдар ғой, ә? Мен тура осы жер ғой сынған, ә? Ән тұр екен ғой сынған жері мына жерде. Ана жақта әлі сынған ағаштар тұр екен. Бәлән аншы бизнес болып отыр ғой. Иә. Анан қалай кім сындырған шешен? Мына есікті полный былай ашып тастаған. Ол негізі ашылмайды. Қолмен итерсең ашылмайды. Мына есікті дейсің ба? Мынаны қараңдар. Мынаны полный ашып тастаған, ә? Сонда оның күші бизнес болып тұр ғой. Күші бизнес. Ал былай арқаға доканца кетіп қалған. Мына қара. Ал былай ашылмайды десе мысалы. Былайша. Аха. Ол не, аюлар жоқ па мынандай жақта жүрмей ма? Өте ыстық дос. Түрін. Міне осылай жау қопты. Тауықтар қайда? 2 тауық бар дедім. Бір тауық неше бересіңдер? Солмайды өзі 2 тауық. Ана жақта тауықтар нелер жүндері мен жатыр. Тарап түсіңдер. Кеттік ана тауықтарды көреміз қазір. Видеодағы. Жүрік, ана лақтырып жүрген жеріне барамыз қазір. Ана тауықтар, видеодағы тауықтар болды. Соларды лақтырып жүрді, ана бір жақтарға алыс жақ. Соны барып көрейік. Көзіміз жеткізейік бәр әлі. Дұрыс па? Біз ғана емес, көп адам көзін жеткізгісі келіп тұр, анау шын ба шын емес па? Ойландаршы, біз соны тексеріп жатырмыз. Соны түсіріп жатырмыз. Алматыдан келдік мұнда. 800 километр жерге. Сол тауықтардың өліктерін түсіріп алу үшін, қорасын түсіріп алу үшін, анау не нәрсе екенін білу үшін. И біз уже міне ешкім істей алмайтын затты істеп жатырмыз да. Көзін жеткізіп жатырмыз адамдар. Дұрыс па? Кеттік ал. Мына полядан келген ғой, ең шетте тұрған үй ғой, қара. Қара, көрдің ба? Поля. Мынау ең шетте тұрған қора, ана. Кеттік. Қайсы? Е, дос. Жостық. Мынандай нәрселер көп. Тікендер ғой. Аяғыма кіріп атыр. Бизнес па? Кеттік. Ақ бәлі анау тікен екен ғой. Мен басқа нәрсе кіріп атыр екен деп ойлап атырым ғой. Кеттік. Шортымен жүрген қате кетті. Аллергия еще менде. Қажеге басып сұрайын деген ғой, келдіңіздер ма деп. Иә, біз Ораз ата деген жердеміз қазір. Ана біреудің тауықтарын жегет, соны түсіріп. Қазір бір ана... Не, бізге бір момент асалым ғой мен. Аха. Сол бала, сол бар көлді. Мамандар солар. Сөйсе, олар кеп не істейді бізге информация бере ма, или... Білмеймін, енді сол бара мағазадағы сол момент астарым сізге. Болды, рахмет. Керек бұдан керек пе? Все, хорошо. Біз мына магазиннен шетін заттарды алып, жейтін заттарды алып, осы ауылдың бейініне келдік. Әкімшіліктен адамдар да бар. Барлығымыз қазір сөйлесіп, ақылдасып отырмыз. В общем, ақпаратпен бөлісетін болам. Ешқандай жалған ақпарат болмайды. Адамдар мені қарап тұр. Ешқандай жалған ақпарат болмайды. Барлығы рас. Не көреміз, не түсіреміз, соның барлығын ғана айтамыз болды. Біз қазір палаткамен сол нәрсеге аңға кетейін деп жатырмыз. Былайша айтқанда. Иә. Оны ойлап тұрмын мен. Анау бір ауырып қалған шакал ма деп. Может, ауырып жүрген бір шакал шығар. Енді мен ештеңе білмеймін. Ол сол күні айқай болды, наряд шақырды, барды наряд. Көрді, қарауылдан сұрады. Көрдім деді. Қандай болды сонда түрі айтқанды? Оны айтқан түрі қарауылдың жаңағы басы құс еді, денесінде үлкен бірақ 1 метрдей деді. Жүріп өтіп кетті деді, қанаты бар деді. Сол бұл көргені қарауылды. Ол сөйлей алмай қалды деген үшін. Біз қазір сонымен кездесе аламыз ба?
ол через бастығымен кездесесің оның алып бересің. Бастығына шыға аламыз ба екен? Білмедім. Сіздердің көмектеріңізбен. Бастығы ол енді сота базар келеді бияқашы. Сода да. Дачасы ол жаңағы жұмыстарымен ар жақта енді демалыс күндері болса келеді жерге. Мәссаған. Ол басқа ояқа біз кіре алмаймыз да, басқа да қыла алмаймыз да. Солай дейсіздер ғой. Онда біз бүгін кешке барайық. Не кеңес бересіздер бізге, может, или... Білмейміз енді кеңес бергенде. Бірінші очередте бақытжан өздерінің қауіпсіздіктерін бұл жерде ше. Сендерде қорғанатын бірдеңе бар ма? Бар. На крайний случай да бірдеңе шықпаса Иә. Анау. Бар, ондай қорғанатын нәрсе бар. Бірдеңке шықса, оны ал келеміз ғой былай. Бірдеңке шықса, оны ал келеміз былай. Шықса екен деп жатырмыз енді. Оны мен көргенде жоқпын. Шақыр деді, наряд шақырдым. Әкімшілік келіп, малдоғырлар барды. Көрді, итің өліп қалды деді. Итің көрді. Сол, кейін қарауылдан сұранды. Қарауыл бәрін айтып берді. Бол, сол мен ертесіне как раз аудан әкімінің қабылдауында болдым. Айттым, бізге жәрдем бер, дрон бер. Болды. Қараса тиктокта жүрміз ғой айқайлап. Оны кім шығарып жерген? Анау өтірік әңгімелердің бәрін қуды біреулер. Андай болды мұнда. Онда еш нәрсе болған жоқ бұл жерде. Арасында адам өтті дегенде. Иә, ондай шықпай. Ол жерден жаңағы бір Біреулер қуды ғой арасында, ол кім екенін де білмейсің ол. 4-5 қойдың енді жараланып өлгені рас. Былайша ешқандай. Рас, иә? Ол рас ол. иті өлген рас. Қан ішеді деген рас па сол? Ит. Просто өлтіріп кетеді. Шырт қойылатын өлген оларда ит, жабайы ит па, жаңағы шөбері ма, бізде шөбері көп қой. Бірсе демаймыз. Болды, түсінікті. Анау айтқан. Сонымен келіп дрон, бәрі келіп түнімен дронмен жүрді. Ештеңке шықпады. Кеше түнде де біз мына кабинетте отырсақ, төбеде дрондар жүрді ғой. Түнде де. Бүгін де бола ма ол? Дронмен бүгін? Оны біреулер келіп өздерінше тірлік істеп отыр деп қойдым мен. Еріктілер де бар ғой. Еріктілер. Сол дрон жүрді, біз ана кафеде отырдық. Осы төбеде жүрді ғой дрондар. Біздің де дрон келеді бүгін, Сарыағаштан. Біз де дронмен көреміз. Тауыққа неткіміз кеп тұр. Бір-екі тауық сатып алып ше. Енді камера қой кетіп, бір айдалаға тауықты байлап қойып деген сияқты. Заманка ма? Иә, приманка ғой, приманка. Камераға ұстап алсақ та көреміз ғой ол не екен. Сөйтіп әйтеуір бізде мақсат сол. Бізге сол үшін айдалаға кетеміз палаткамен. Бар, қорықпаңыздар, бар бізде бүкіл заттар. Бір аю қабан шықпаса болды. Біреу хабарласыпты. Жеті қыр дедің ба? Иә. Ауыл бар ма? Жеті қыр емес, мынау жеті қыр не қылды? Сол жаққа келгенде сол жақта шықты деген ба дейді? Қазір сойыр шулап жатыр. Қой? Тас кескенде. Тас кешкен ғой жеті қыр, мына біздің ауылдың аяғы ғой жеті қыр. Мына жерде бір апта тынышталып қапты. Ана Бір жер басталды. аптадан астау тыныш қазір. Білмеймін, басқа жерде шулап жатқанын естіген жоқпын. Жеті қыр, мына аяқтың барлығы тоғай ғой жатқан. Біз онда былай кететін сияқтымыз ғой, бүгін кешке. Сол жақсы онда. Бізде не жәрдем керек еді? Жәрдем керек болса айтың. Бүкіл затқа рұқсат болса болды. Егер ана бір ауру бір шакалды өлтіріп тастасам, сотталып кетпейтін шығар деген сияқты бір неке ғой. Енді ояғын білмейміз енді. Ақырген учаскелік полицейлер келіп отыр қазір, а? Қазір сары күтейік соларды. Сол полициялармен бірге тірлік істеңдер да. Давайте. Жаңғыз өндір. Қырға кетеді ол. Учаскелік полиция қырға орында осы. Жоқ, біз пока ауылда боламыз. Кешке дейін. Учаскелік полиция келеді ол жерге. Олармен де өздерің бір сөйлесіп, бірақ жаңағы барынша жігіттер жалған ақпарат тартпайық. Иә. Шынайы болсын. Ондай Негізі ондай жоқ деп ойлап отырық. Ондай енді көрген де жоқпыз, неғған да жоқпыз. Бір адамды құлаққан қоқыс көрінеді, оған да болуы мүмкін. Ол толқы бұл жерде қарауыл ғой. Иә, қарауыл. Басқа адам мен жүрмін ғой арасында. Басқа адам бұлай құлап неғаған жоқ қой. Қарауыл біз бардық, осы жерде милицияның бәрін жиып алдық. Группаны шақыр деген. Апардым группаны. Группа сонда қай жерде іздеулер жүргізді? Үйінің айналасын бәрін жүргізді. Кеше мына жақтан қой, тауық кеткен, сояқты көрді. Дронмен. Біз енді қатты ойлап отырмыз. Ол бір ауыр қалған шибөр деп.
И мен мақсатым солай болса мен ана өлтіріп алкегім келеді. Міне деп ше. Шүбері болса жақсы ғой енді. Бұның айту бойынша Алла біледі енді. Өзіміз көрмегеннен кейін сақ жатырмыз үйде. Балаша немерелер үйде, өзім далада жатыр. Бізден кейіннен тыныш болады болды. Тыныш болсын айте бер. 90% гарантия мен айтамын, 99%. Сөйтеміз енді. Бүкіл не бар, мен 12 жыл осындай мен айналсам, осындай зерттеп келе жатырмын. Криптозоология деп аталады бұндай нәрселер. Бізде Тарбағатай тау жағында көп. Білеміз қалай, как-то приманка шақыру керек екен. Істеп көреміз соның барын. Ол самый главный өздерінің денсаулықтан қауіпсіздіктен сақтасаңдар болды. Бізбен барлығы жақсы болды. Жеті қырығы ол жол башы шақ қой, жеті қырығы. Жол башы кетті. Бәріміз сендер іздеп жүрміз да. Екі блогер жоғал кетті деп па? Бір құбыжықты іздейміз деп, жоқ деп. Ондай болса болды ғой онда. Бана номер бар ғой. Иә. Сендер немен связь. келді? Жаяу ма? Біз жаяу келдік. Ойлағанбыз осы келесі ауданның бүкіл ауылын аралап шығамыз деп. Үш күнде. Көреміз бүкіл шу осында отырса. Қонамыз, ар жақтарда істейміз істейтініміз. Болмаса ана тас кескен деді ма, сол жерге барамыз. Қай жерде бірдеңке бір шу болып жатыр, соның бәрін тексеріп келеміз бар. Еще көмек керек болса айтасың. Болды. Связьда боламыз. Болды. Біз қазір, короче, бір жерді тексеріп келеміз. Қарасаңдар, қалай отырмыз біз. Түсіре бер! Бейіптеш, брат, бейіптеш. Осылай, короче, ауылдамыз. Болды. Достар, короче, жаңа өздерің көрдіңдер. Барлығы өте серьезно. Міне қойлар жүр. Мүмкін осы қойларды бір... жоқ, жемейді бұлар. Біз осы жерді зерттеп, кешке қарта істейтін ісіміз жасап кетеміз. Болды, осы ауыл тынышталады. Сөйтіп мен сөз бергім кеп тұршы. Өткен мен реально мақсатым ана нәрсені ұстап алу қазір. Қазір участковыйлар келеді, полицейлер. Олар рұқсатын беру керек. Өлтіруге бола ма, болмай ма, егер ол ауырқаған бір шибөр болса. Соң кейін кірсеміз жұмысқа. Қазір біз қандай жерге баратырмыз? Қазір біз караулға баратырмыз, шет жағынан көркете салуға жай. Қандай жер екен? Ояқты видеоға түсіруге болмайды деп жатыр. Бүкіл зат сол жерде басталды. Бидің айтып атқан, осы жаңағы атаның айтып атқан затын сол қарауылдағы біреу көріп, сөйлей алмай қалды дейді, я? Сөйлей алмай қалған рас па? Сөйлей алмай қалған. Көрген ол. Көрген ма? Анда, де қалды ма? Сол қалды ма? Қазір ауылда жағдай қалай? Ауылда жағдай ешкім білмейді не болып атқан. Жаңа әкімшіліктен де айтты, анау нәрсе күндіз жоқ, түнде реально жүреді дейді. Бірақ ешкім оны түсірмеген. Жоқ, біреу түсіріп апты, бірақ ол емес болуы мүмкін, короче. Сондай бірдеңке. Мен телеграмда еще эксклюзивный жаңағы осы ауылдағы тұратын адамдардың түсіріп алған фотосы мен телеграмда. Ол 100%-ға гарантия берем, басқа ешқай жерде жоқ.